Отаны болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның, пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның. Мен қазақтың ұлымын. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын. Мен қазақтың ұлымын. Жұлдызын жисаң қаламның, жұпар қымбат даламның. Найза бөбізім кетермен, намысы үшін бабамның. Мен қазақтың ұлымын. Құндылығымның нәрмен, ауылым қымбат жанымен. Байлығын тоса басқалар, бауырым қымбат бәрмен. Мен қазақтың ұлымын. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Елім деп туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын. Мен қазақтың ұлымын. Өзіміздің арқалық пединститутында сабақ бердім. Музыка және бейнелеулер кафедрасында аға оқытушы, доцент атағына жеттім. Енді мына әкем өмірін озғаннан кейін сол әкемнің қара шаңырағында қазір шығармашылықпен айналысып жатырмын. Енді биылғы жылы мына өздеріңіз жақсы білесіздер, бүкіл Қазақстан емес шетел бәрі қолға алып үлкен той болған. Мына Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығына орай үлкен тапсырыс келген Жангелді ауданының. Сонан жаңағы әкем біздің атамыздың сол мұражайдың алдында Ахмет Байтұрсыновтың мүсіні соғылды. Үлкен дәрежелі жақсы өтініш нелер айтты, тілектер айтылды. Содан кейін жақындаған өздеріңіз білесіздер, мына Ұруақ Жұмабай Шалабаев деген кезінде Торғайдың бас ақыны болған, сол өзіміздің қаламыздан үлкен төрден орын алды. Енді мен сіздерге өзім әкем туралы азымыз кішкене жаңа сипаттама берді. 6 жасында дүниеге келген. 46 жасында дүниеге келген. Ол әкемнің алдында не ағасы, не артында қарындасы болмаған. Жаңғыз өзі дүниеге келіп, қазір Құдайға шүкір балаларымыз қазір жан-жақта қазір. 10 шақты балалары бар. Құдайға шүкір бәрі қазір тірі. Мынау ауылда пенсияда. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау Қазақстанның халық мүсіншісі Қақымжан Наурызбаев профессор Жүргенов атындағы өнер академиясының сол осы Амангелдіге келіп, Амангелдінің жаңағы бүйісін жасауға келеді. Келген кезінде райком басшысы мен әкем айтатын көрінеді, осында алыстан үлкен жаңағы қазақтың тұңғыш мүсіншісі келе жатыр, соның қасында сіз жүресіз деп. Жұмыс пока біткенше самолетке отырғанша деген секілді. Содан бұл кісілер жаңағы үлкен кезінде Амангелдінің жаңағы 100 басы болған, 10 басы болған, 1000 басы болған кісілермен жаңағы көз тірісімен кездесіп, ол кісі жаңағы бізде қазір жаңағы суретшілер айтады, эскиз дейді, наброски, зарисовка дейді, сондай салып, сол Амангелді мүсінін қазір өздеріңіз тұрған Шұғыла кинотеатрының алдына қояды. Ол кісі кеткен кезінде, ол кісіні шығарып салған кезінде әкеме жаңағы мындай ұсыныс айтады. Балам дейді, мен сізді жаңағы байқадым, бойында үлкен талант тұр дейді. Бұл талантты өлтіруге болмайды дейді. Бұл талант екінің біріне бермейді, бұл саған Алланың берген үлкен сыйы болса керек дейді. Мен сені Алматыға апарып, өз үйіме жатқызып, осында үлкен білімні жаңағы егер болуына тілектеспін дейді. Бірақ
ол кезде қарап отырсаңыздар, әке мен шешемнің жаңағы бірақ баласы болғаннан кейін, әке мен шешем жаңағы ұлы әке шешем жаңағы үлкен не болғаннан кейін, былай жалғыз болғаннан кейін балаларымыздан айырылып қалармыз деген секілді. Кім біледі, әртүрлі жағдай болады ғой енді. Оның сыртында қарап отырсаңыздар, жаңағы мына ауылда жаңағы шөп тасу керек, көмір әкелу керек деген секілді, оны үйге от жағу керек деген секілді, оны білесіздер ол бәрін. Ана ойда инағашпен су тасу керек деген секілді, оның бәрі жаңағы қысқарып қалмас үшін баламды жаңағы мен әкемді жібермейді. Болмайды. Біздің тіршілігіміз бәрі осы болады деген секілді. Себебі бұл кетсе біз өзіміз қолымыз былайша қазақша айтқан кезінде кесіліп қалады деген секілді. Содан хош Хакімжан Наурызбаев кеткеннен кейін, сосын келесі жылы Хакімжан Наурызбаевтың өз самолетімен ұшып келеді да, әкем айтады, мен бір өтінішім дейді, баланы маған беріңіз дейді, қызмет етті деп. Жаңағы Хакімжан Наурызбаев сол мен әкемді қайтадан Алматыға алып кетеді. Алып кетеді де 5 жыл бойы айтқан сөзінде тұрады, 5 жыл бойы өзінің жаңағы үйінде жатқызады. Әкемнің істеген жұмыстарын жаңағы келген шетелге Алматыдан келген қонақтарға жаңағы сыйлық ретінде береді. Әкем дипломды өте жақсы, жаңағы жоғары дәрежеде похвально пятерка деген жаңағы үлкен жаңағы немен дипломын қорғап, көзге түсіп, сол дәрежеде қорғап шығарды. Содан кейін бұл кісіге Репин атындағы, қазір бізде өздеріңіз білесіздер, жаңағы бізде негізгі өнер академиясында, мына Суриков атындағы, сосын жаңағы Репин атындағы Таллинде жаңағы үлкен өнер академиялары бар. Соған жаңағы Репин атындағы академияға өнерге жолдама берді, колледж атында жаңағы енді қолымызға қолғабыс тигізіп, мына біздің жаңағы өзіміздің жаңағы тапқан жаңағы тиын-терімізді пайдаланып, оның сыртында мына білімді жаңағы халыққа паш етті дейді. Содан әкем осында келіп өмір соңына дейін еңбек етеді халыққа. Мына енді мына баннерге қарап отырған кезінде мен мына не қалып кетті. Мына өзіміздің класстастармен, сосын колледж, қазір бізде училищенің колледж дейді ғой. Сол кезде мына Гоголь атындағы колледжді жолдастармен түскен. Мынау біз өзіміз ой жақтап тұрдық. Мына Қызылтам деген десе, бүкіл Амангелді бәрі жақсы біледі. Сол жерде жаңағы әкемнің келген сайын осым кішкентай мындай Алматыдан алма ағаштарын алып келетін. Сол келген баламызға мысалы, Балмаржанға мына сенің ағашын деп, Сапарбек мына сенің ағашын деп бәрімізге бөліп береді де, соның ішінде жаңағы фото түскенбіз. Көтеріп қалған, сонда түскен фотомыз енді мына ағамның әкеміздің диплом жұмысы. Бұл диплом жұмысын жасаған кезінде қазақтың Айқан кім бар, қазақтан шыққан бірінші палуан Әбілсейіт Айқанов деген. Әбілсейіт Айқанов деген. Соны толық жаңағы несін тұлғасын салып атқан кезі. Бұл негізінде қарап отырсаңыз толық тұлғасы бұндай үлкенірек болады. Бұл бізде кішкентай мынау эскизный вариант, кішкентай жаңағы эскизный вариант, соны поисковый жұмыстар, іздеу жұмыстар, соны салып атқан жұмысы. Енді мынау өзінің жаңағы ұстазы, өз үйінде жатқан Хакімжан Наурызбаев әкеміз. Ол кісінің енді жұмыс жасап жүрген кезінде мына үлкен жұмыста бізде қазақта көбінесе айтады ғой, ас ішеді деген секілді. Бір жұмыс келіп болды да, соны тез жаңа істеу керек деген кезінде тастың граниттің несі бұл ұшқыны ұшып, бірақ көзі кетіп қалған ол кісінің. Жүргенов атындағы өнер академиясының жаңағы профессор атағы өзінің жаңағы осы Алматыда барған кезде біз көрдік, ол кісінің жаңағы несі бар, жеке шеберханасы бар, аудиториясы бар. Енді мынау халық батыры Амангелді имамовтың салып атқаны. Бұл халық батыры Амангелді имамовты біз 4 айдай салдық Арқалықта, Кішібейда. Бұнда жаңағы туған інім бар. Туған інімді көбінесе ол қазір Ленинградта тұрады, өзі Ленинградта. Ал бірақ өзі қарап отырсаңыздар, оны өзі көбісі сұрайды, кешеде жаңа пойызға кеткен кезінде сұрап жатыр. Ол өнер академиясын бітірген бе деп. Мен айтамын, оның мына өнерге деген ешқандай қатысы жоқ деймін. Ал бірақ ол мынау Москваның сельскохозяйственный хозяйственный академиясын бітірген Темирязев атындағы. Сонда қазір Ленинградта тұрып жатыр. Сол бәріміз келіп осы Амангелді имамды биіктігі 6 метр, 23 тонна екі бөлініп, осы соны салып жатқан жұмыс. Халық батыры қазір Арқалықта акиматтың алдында тұрған. Ахмет байтақ соны істеп жатқан жұмыс. Енді мынау жаңағы Ленинградта тұратын інім есімі Нұрлан болады. Келінім аты Света. Бірақ енді сөзін рас екенде, келін келген кезінде басына орамал тартып, аяғына мынау галошты киіп, үлкен кісілерге сәлем беріп, атыс аяқ жоқ, сонда үлкен жаңағы бауырсақ пісіруге дейін барады. Өте бір иманды кісі өзі бұл өзі басына. Мен де бірінші рет көрдім, ана өзі асфальттың ақбалдары өзі басқаша болып келеді ғой өзі. Үлкен қызы Айгерім, атын қазақша қойған. Бұл ана неде
Россияда фигур катаниядан Россия чемпионы атанды. Сосын Айдар ұлы, сосын Сәуле деген тағы қызы бар. Енді мынау біздің апаларым, Бауырмаржан ортада отқан, сосын мен, содан кейін Жүмаржан, сосын Бимаржан жоқ, солай енді қарындастармен мынау ортада отырған, менің жолдасым есімі Борантұл болады, осы Қарасу совхозының азаматы, руы таз айтып қойын, түсінікті болшылар. Енді мынау әкеміздің немерелері. Қазір түгел бәрі Астанада тұрады, қазір Алматыда тұрады, Қостанайда тұрады. Бұл баннер әкеміздің 85 жылдығына орай үлкен ас берілді. Аға сізді шақырдық. Сосын жаңағы тас үлкен талант деген кітабын жаңағы тұсаукесері болды. Осы Арқалықтың Торғайдың жаңағы азаматтары, жаңағы үлкен ақсақалдар жиналып, сонда ілінген баннер. Ауысым шексіз, неке қысқаша өмірбаянымен ағамыздың балалық шағынан келген шағына шейін жұмыстарыменен келген қонақтарға, жас келе жатқан өскелең ұрпаққа толыққанды ашып берді. Сондықтан шығармашылық табыс тілейміз. Шәкірттеріңіз көп болсын. Келесі кезекте арнайы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына ұйымдастырылған көрме бар. Сондықтан да осы мектептің тәрбие құтқарушы Асабамен қоқсап тұрайын. Інімнің айтып отқандай үлкен кісінің жанында болдық. Бұл кісіден сабақ алдық. Бұл кезде кружок деп айтады осы. Кружоктың бұл кісі кружок ашып, Амангелдінің мәдениет үйінде сол кружокқа қатысып, класстастармен сонда болған азаматтардың біреуіміз. Сосын артынан енді азамат болып бітіріп келгеннен кейін бұл кісінің әкесі жаңағы художник болғаннан кейін, суретші болғаннан кейін, ол кезде идеологияның бәрі түгел партияда бір плакат ілсе де бәрін түгел тексеріп барып білдіреді. Сол плакаттарды жаңағы комиссия бар тұғын, архитектурный художественный комиссия деген. Сол комиссияның төрағасы болдым, өйткені Амангелді ауданының архитектор болдым. Сол кезде жаңағы бұл кісімен бірге жаңағы жұмыс істеуге тура келді. Енді ұстазымыз болса да жаңағы көптеген жұмыстар тапсырылды. Өткендегі мынау тастан жаңағы өткен деген кітапта мен мысалға бір жаңа нені көрсетіп жаздым. Біздің ауданға Айдық атақты Сырбай Мәуленовтер келетін болды. Соған кіреберісте Амангелді ауданының кіреберісіне үлкен Айдық жаңағы інім айтып отқан қайын жұртының Қарасу ол кезде коммунизм жолы совхозы. Соған жаңағы кіреберіске белгі қою керек болды. Сол белгіні аяқтаңдар деп, енді әр нәрсенің өзінің шегі бар ғой, істеліп келеді. Соған қарамай бізді райком түнде жұмыс өткізіп, бір түн сол далада жатып, ананы аяқтап, іліп, ол кісілер өткеннен кейін барып, біз жаңа демалып өткенбіз. Кітапта жаздым өткен өзіміз. Сондай істер істеліп, жалпылама алған кезде ауданның азаматтарынан жаңағы сәулетшілер де, құрылысшылар да көп шыққан. Енді олардың үлкені пір деп айтуға болады, татты қылып жүрген кісі Алматыда болып дүниеден өтті. Ал енді жаңағы суретшілердің ішінен Әбілбек ағамыздан кейін мынау Ахметов Сәбит деген менің класстасым қазір Қостанайда отырады. Осы мынау Қостанайдың жаңағы сурет несінен бір жерден қарап нететін болсаңыздар, Есір көпір деген туындысы осы ауданның бір тарихын көрсеткен салынғаны бар тұғын. Енді басқа да суреттері бар. Жалпылама алған кезде мынау інімнің осы бізге елге келіп, сіздермен бірге қауышып, мынау ағамыздың атындағы үлкен Айдық бірінші рет болып отыр ғой. Осы біздің өңірде болып отқан бірінші рет жаңағы көрмесіне сіздердің қатысып, осындай атсалысып отқандарыңызға мыңда бір рахмет. Таланттарың ашылсын. Алла тағала сіздердің жаңағы өздеріңіздің ағамыздың талантын үлкен Айдық атамыз ашты ғой, сол сияқты сіздердің таланттарыңызды мынау ініміз ашсын. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Қош келдіңіздер. Енді осындай айттым ғой,
білім министрінің осындай бір жобасымен осындай модернизация жасаған болатынбыз. Енді болашақта мына жерге ноутбуктар және интернеттер қойылады. Алдағы осы айда қаңтар айында жоспарлап отырып, енді оқушылар келеді, бұл жерде өздерінің қалаған кітаптарын алып оқып, демалып, қажетті жаңағы мәліметтерді осы жерден алып, өздеріне жазып, үнемі ашық тұрып, осылай үнемі жұмыс жасайды. Келіңіздер фотоға түсейік. Фотоға түсіп, осы жерден Сабырлы еді, керемет дарын деді. Өзгелерден ісінің бәрі ілгері. Туған елдің жеке өз мүсіншісі, торғай үшін туылған нәбілбегі. Жерім дейтін жан еді, елім дейтін, кей кездері еңбегі көрінбейтін. Қара тастан қашаған мүсінін қайта жасап шығуға ерінбейтін. Дықпырт қылып, даңқ қуып сөйлемеген, ұшқыр қиялы көрін бой көреген. Тіл бітіріп тасқада тарих берген, әр жасаған мүсіні бейнелеулен. Тауқыметті еңбек көп, ісі қандай, жасай алмас ешкімде мүсін ондай. Мүсінінің пішінін мақтағанмен, тесікпенен жүрдік біз түсіне алмай. Ел түсінбей қайға алған бұлбұл біткен, ел түсінбей байланған дүлдүл біткен. Сырын ұқпай, ісінен сынын ұқпай, қарап жүрдік бәріне сылбырлықпен. Сылбырлықпен қарадық біз оғанда, одан артық сый еттік жүз адамға. Енді ғана еске алып еңселі деп, ұзақ ұлы алысқа ұзағанда. Әр кезде жолы ашық дарындының, демедік мүсіндерден табылдымын. Демедік мүсіндерден табылдымын. Еленген еңбектерін елге ортақ, жадырап жатқан даяу жаным бүгін. Мүсін деп батырды да сомдағансыз, жан-жақты танытуға толғанасыз. Жан-жақты танытуға толғанасыз. Кеші ақын сәтті шыққан еңбек ері, әр істі шабытпенен қолға аласыз. Мүсінді бала кезден жасап едің, тастан да, мәрмәрдан да қашап едің. Ер болып ұрпаққа сіз жүрген жол үлгі неге? Ұрпаққа сіз жүрген жол үлгі неге? Тарихта қалады ол өшпейді аңыз. Азырақ жөн көремін тоқталғанда, ер болып жасадыңыз жоқтан барды. Бүгінде Амангелді ауданында жасаған мүсіндерін сақталуда. Қалайша сізге арнау жыр әкелмеймін, тербілтіп бойыңызы көтерейін. Қадірлес ата-анамен сыйлас болған көремін, сіз өзімнің әкемдейін. Сырыңыз бар ғой бойда тұнып тұрған, ойыңызды сергектік тұнық қылған. Үйдегі асыл апам, балаларыңыз немере және де бар қызық думан. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, оқушылар, жас шеберлері. Армысыздар бүгінгі байқауға Амангелді ауданымен қатар арнайы Арқалық қаласы Жангелдин аудандарынан келген іс-шара қонақтары. Амангелді ауданы білім бөлімі шұғыла балалар мен жас өспірімдер шығармашылық орталығының ұйымдастыруымен алғаш рет өткізіліп отырған үздік жас шебер атты аймақтық байқауға қош келдіңіздер. Байқау Торғай еліне танымал мүсінші Әбілбек Ұзақовтың өмірі мен шығармашылығына жас ұрпақты дәріптеу, қолөнер саласында дарынды оқушыларды анықтау және оларға көрсету мақсатында ұйымдастырылып отыр. Әбілбек Ұзақов Амангелді ауданының Байғауыл ауылында дүниеге келген мүсін жасау өнерінің майталманы. Саналы ғұмырын Торғай өлкесінің тарихи мәдени ескерткіштерін жасауға арнап, бойындағы дарындылық қасиетімен туған жеріміздің өнерін дамытуға зор үлес қосқан тұлға. Амангелді Иманов, Кейкі Батыр сынды ел қорғаған батырлармен, Ақан Нұрманов, Қанеке Жармағанбетов, Әнуар Боранбаевтай әдебиет пен өнер майталмандарының мүсіндерін сомдады. Әбілбек Ұзақов кейіпкерлерінің шынайы мінезін, жан дүниесін терең зерттеуден өткізіп, әр қырынан бейнелей білді. Тарихи тұлғалардан бөлек еңбек адамдары да оның кейіпкерлері болатын.
Өнер майталманының шығармашылығын жас ұрпаққа насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отырған бүгінгі іс-шараның алғашқы құттықтау сөзі Шұғыла балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының басшысы Қойшыбаев Ербол Әбілғазыұлына беріледі. Іс-шара қонақтары, жас шеберлер, жетекші ұстаздар, бүгінгі күні сіздер Шұғыла балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отқан жас шебер байқауына қош келдіңіздер. Аталған бағдарлама 2017 жылдан бастап біздің ауданымызда көптеген жобалар жүзеге асырылды. Білім саласында, білім бағдарламасы аясында көптеген тарихи өлкетану мұражайлар ашылды, көптеген тұлғаларға арналған кабинеттер ашылды. Біз шығармашылық орталық болғаннан кейін осындай тарихи тұлғаларды жас ұрпаққа дәріптеп келеміз. Бүгінгі іс-шараның мақсаты да оқушыларға елімізге еңбегі сіңген елеулі тұлғаларды насихаттау болатын. Бүгінгі байқауға Торғай елінен танымал мүсінші Әбілбек Ұзақов атамызды өнегелі еңбек жолы шығармашылығымен таныстыру болатын. Қазақта перзентін ардақтаған ел ақылы кемел деген даналық сөз бар. Осы байқауға қатысуға келген қонақтарға сәттілік тілеймін. Келесі сөз кезегі Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Ұзақов Сапарбек Әлібекұлына беріледі. Әбілбекұлына. Ұстаздар, мынау әкеміздің атына бірінші рет үлкен бәйге болып отыр екен. Мен ойлаймын, бұл бәйге алдағы уақытта ұзағынан болсын деп. Биылғы жылы 22 жыл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың балалар жылы деп атауына орай істеп жатқан жұмыс үлкен іс-шара құтты болсын деп айтқым келеді. Сөздің расы керек, жақсыны айтып нұртасын деп осы байқауды қалай ұйымдастырамыз, қалай болады деп осы арамызда жүрген Нұрсұлтан деген ұлыма сөздің расы керек, өзім рахмет айтқым келеді. Ол бір, соның екіншіден жаңа сіздерге айтып кеттім, осы 85 жылдығына орай әкеміздің жаңағы өмірден озғанына 5 жыл 80-ден кетті өмірден озды. Сонда біз шығарған кітабымыз бар еді, сол кітапты табыс етуге рұқсат етіңіздер. Жасұлан, ұлым. Бұл кітаптың ең бастысы мен себебі әкеміздің 85 жылдығына орай істеп жатқан іс-шара болды. Онда қаламыздағы мұражайда үлкен осы кісінің кітаптың тұсаукесері өтті. Бұл кітаптың ішінде негізінде қаламызға, облысқа белгілі үлкен ақсақалдарымыз бар. Сол кісілердің жаңағы өмірден түйгендерін, ол кісімен жаңағы дәмдес болған ағайын жұрттардың бәрін жаңағы бастарын қосып, фотолардың ішіне салып деген секілді сол үлкен кітап шығардық. Сол тұсаукесерден кейін бізде жаңағы қаламызда үлкен ас берілді, дұға бағышталды. Енді мынау әкеміздің осы шығарған кітабын Жасұлан ұлыма арнағым келіп отыр. Себебі алдағы уақытта осы әкеміздің атынан үлкен жүлделі мына кітабын сыйлап жатсам да, келесі жыл Жасұланға біз шапан кигізерміз деп отыр. Сондықтан да айтады, ең басты жақсы сыйлық деп. Сондықтан құтты болсын, тек қана табыс тілеймін. Келесі құттықтау сөз. Мен жаңа сіздерге айтып өттім, әкем өмірден 81 жасқа қараған кезде өмірден озды. Мен боксының мен өткенде зерттеген кезінде біз енді қарап отырсаңыздар, алтынның қолда барда қадір жоқ деп айтады ғой. Біз енді әбден өмірден өтіп кеткеннен кейін барлық есімізді жиямыз ғой. Бұл қазақтың аз да болса кішкене болған не шығар, көздің тірісінде біз бағалай қоймаймыз енді сөздің арасы керек оны. Жаңағы мен емес, басқалар да төбінден біледі. Мен 78-ге жақын жұмысы бар екен. 78-ге жақын жұмысы бар екен. Енді ол кісі жаңғыз мүсінде емес, мынау кезінде осы Амангелдегі мәдениет үйінде мынау декоратор, художник декоратор болып, спектакль болып та жаңағы жұмыс жасады. Ең бірінші бұл әкемнің бір жұмысы, ол анау Амангелді орта мектебінің алдында тұрған Амангелді имамның мүсіні болды. Бұл мүсінге
анау бізге сабақ берген Қалдың Ержанов деген ағамыз болды. Сол Амангелді спектакльін қойған кезінде сол ағамызға, ұстазыма, сол Амангелді Имановтың жаңағы бас несін сомдауды ұсынды. Ал бірақ дегенмен қарап отырсаңыздар, тарихта былай көз жүгіртіп зерттеп отырсаңыздар, сол Ғалымжан ағамның жаңағы көзқарасы, анатомиясы, несі бәрі келеді екен. Сол енді сол жұмысты ең бірінші сол әкемнің жаңағы қойылған жұмысы бұл. Сондықтан да ал екінші жұмысы Амангелді Имановты анау қаламыздағы акиматтың алдында тұрған өздерін жақсы білесіздер. Не айтамын? Сіздерге көп рахмат осындай жұмысты ұйымдастырып жатқаныңызға. Бұл енді бұл бейнелеу өнеріндегі ең біздің осы Торғай жерінде Амангелді, оның сыртында мынау Жангелді орталықтарында осы бірінші рет ойлаймын. Себебі біз көбінесе басқа пәндерге мысалы олимпиада жүргізіп жатады. Енді мұны жас ұланнан өзі үлкен талап болып осыған жаңағы жауапкершілік бергеніне, мен басшылардың өзі бұл шараны алып шығады ғой деп сеніммен бергеніне өзім нақты сенемін. Сондықтан да алдағы уақытта біздің жаңағы осы бейнелеу өнеріндегі сызу, еңбек, сурет, оның қазір технология деген болды ғой өзі. Сондықтан да мұғалімдер жемістері көп болсын. Біз енді көбінесе осындай біз бір басшылар келе жатқан кезінде, басқа бір комиссия келе жатқан кезінде осы біздің мамандықтар жүгіреді да, ал бұлар қалған кезінде көлеңкеде қалып қоямыз. Ал бірақ оны кім салды деген кезінде оны осы біздің жаңағы мынау Арқалықтан, Алматыдан, оның сыртында Астанадан, Қостанайдан бітіріп келген бейнелеу өнерінің ұстаздарын, еңбектердің екенін оны жасырмай айту керек. Сондықтан сіздерге жаңағы үлкен табыс тілеймін, шәкірттеріңіз жоғары жақтан көріне берсін, аман болайық, сау болайық. Осындай шаралар мол болсын деп айтқым келеді. Келесі құттықтау сөз Бекзат ағайға беріледі. Құрметті өнер иелері, мінекей бүгін елімізде үлкен бір жақсы іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шараны мінекей ұйымдастырып отырған бірінші Шұғыла балалар жастар орталығының басшысы Ерболға рахмет айтқымыз келеді. Осыны басқару болып өзі ең бірінші бастап, одан кейін мінекей Жасұлан деген азаматтар осыдан 1-2 күн бұрын осы мектепке келіп, осы жұмыстармен қалай болып жатыр, қалай қойып жатыр, неше жасында деп танысып кеткен мен өзім. Олар өздерінің жоспарларын айтып, мінекей бүкіл аймақтық мынау байқау өткізу, әрине бір мектептің ішінде кішкентай байқау өткізудің өзі оңай емес. Мынандай бүкіл аймақтық байқау ұйымдастыру да оңай шаруа емес. Сондықтан еңбектеріңізге сәттілік дейміз, табыс тілейміз. Мынау мінекей Ренат осы мектептегі осы тәрбиеші жөніндегі орынбасар. Осы жігіттің көп еңбегі бар осында жүргізіп жүргеніне. Одан қалды Сайлық Жеңсұлы бар, қазір ол кісі іссапарда жүр. Сондықтан осы өзіміздің әріптестеріміздің атынан, өзіміздің басшылардың атынан осы сіздерге үлкен рахмет айтқымыз келеді. Ол атамыз үлкен тұлға, үлкен тұлға, ұмытылмайтын тұлға. Егерде осындай байқау ұйымдастырмай, осындай бір іс-шара ұйымдастырмай, ойға кім екен, атамыз сондай болған, атамыз сондай болған деп жүре берсек, ол біртіндеп ақындап жоғала береді. Осы кісінің жұмыстарының насихаттау мақсатында мінекей осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осындай іс-шара өткізіліп жатыр. Қазір қаншама жаңа бір мынау көрмелерді қарап келдік, қаншама жақсы жұмыстар бар. Әрине, ол ұстазсыз жүрмейтін жұмыс. Біз оқушыларға бағдар бергеннің арқасында осындай жұмыстар қазір көрмеге ұсынылып отыр. Барлығыңызға сәттілік тілеймін, сіздерге де денсаулық тілеймін, ауырмаңыздар. Мінекей қазір осы атамыздың қазір жолын қуып жатқан мінекей осы өзіміздің Амангелді төңірегінде қазір мүсінмен айналысып жүрген екі өнершіміз бар. Мен білетін, оның біреуі мінекей Есенжол деген азамат. Осы өзіміздің Арқалық педагогикалық институтының түлегі, одан кейін мінекей Жасұлан. Осы екеуінің қазір осы мүсіннен қазір 3 жұмысы бар қазір. Біреуі Арқалықта тұр, қазір біреуі осы жерде тұр, осы біздің мынау музейде тұр. Осындай атамыздың шәкірттері көбейе берсін деген тілектеспін. Рахмет. Ендігі сөз кезегі Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының педагогика және филология факультетінің деканының орынбасары Әлімбаев Қанат Сейітқасымұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Әбілбек атамызбен кезінде көрші тұрғанбыз, Северный кентінде немересімен сыныптаспыз. Өте еңбекқор кісі болған.
біздің жалпы Торғай өңірінің мақтанышы, жаңа айтылып отыр ғой, бірнеше рет осы қала әкімшілігінің алдындағы елеулі ескерткішіміз, Амангелді батырға арналған ескерткішті осы кісі салған болатын. Енді бүгінгі іс-шараға сәттілік тілеймін. Осы ұйымдастырып жатқан бүкіл алқаға рахметімді айтамын. Үш өңірді, яғни Жангелді, Амангелді, Арқалық қаласын біріктіріп, осы жастарды шығармашылыққа баулып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Осы айтулы жылда, балалар жылында бастау алғанына өте қуаныштымын. Бұл байқау дәстүрлі түрде өтеді деп сенемін. Жыл сайын осы оқушыларымыз осы байқауға қатысып, ертең біз мақтанатындай үлкен суретші, мүсінші болуына алғышарт болсын. Рахмет сіздерге. Бүгінгі байқау ең басы әділ өтіп, барлығы риза болып, үлкен тәжірибе алып кетеді деп сенемін. Рахмет. Желдібаевтың күйі ерке сылқым орындайтын Әлібек Файдын Мұқатов Мерей.
аймақтық үздік жас шебер байқауы 4 аталым бойынша өтеді. 10-17 жас аралығындағы қатысушылар макет, шағын мүсіндер жасау, ұлттық киім моделі, композициялар бойынша өздерінің шығармашылығын сарапқа салатын болады. Олай болса, бүгінгі байқауға қазылық ететін әділ қазылар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Ұзақов Сапарбек Әбілбекұлы, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі. Қошеметтеріңіз. Қожабеков Есенжол Таңатханұлы, Амангелді аудандық мәдениет үйінің суретшісі. Берденов Таңатхан Құнтақбайұлы, Әнуар Боранбаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің технология пәнінің мұғалімі. Байқау қатысушылардың жұмыстарымен таныс болу үшін баршаңызды мектептің 2-ші қабатындағы оқу кабинеттеріне өтулеріңізді сұралады. Байқаудан кейін іс-шара Арқалық қаласы мен Шұғыла балалар жасөспірімдер шығармашылық орталығының қосымша білім беру педагогтерінің шеберлік сыныбымен жалғасады. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Құрметті әділ қазылар алқасы және көрермендер, менің жас шеберлер көрермендер байқауына таныстырғалы тұрған жұмысым Байғабыл стелласы. Бұл жұмысты таңдағандағы мақсатым Байғабыл ауылының төл тумасы, Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағының мүшесі, атақты мүсінші Әбілбек Ұзақовтың жұмыстарын болашақ ұрпаққа таныстыру, насихаттау болып табылады. Ал енді Байғабыл стелласы туралы шағын мәлімет айта кетейік. Бұл стелла 1976 жылы салынған. Ол Байғабыл Торғай жолында орналасқан. Жақсы, сіз маған осыны қалай істедіңіз, соны маған айтып шықшы. Бұл материалы ПВХ-дан жасалған, және де түрлі түсті жылтырақ аратымен қапталған, және де гүлдер қызғалдақтар. Оларды маған қалай істедіңіз? Бұны ойып немен ойдыңыз? кеңсе шағымен. Сапарбек, балдық жүйе 10 дедік қой, 10 жоғары. Кім? Есенжол 10-дық балдық жүйесі. Қанша уақыт жоғалтқансың болған? Бір апта 10 күн аралығында. Жақсы, өте жақсы. Осы жетекшісі орны. Мен Сөзі мынау жаңағы сәулетшілер емес, мынау суретшілер одағы. архитектура суретшілер. Мен жаңа жетекшісін айтқан. Розовый цвет әдемі. Түгел пропорциясы бәрі түгел нормально әдемі сақтаған. Өте жақсы. Балдық жүйе 10. Сен бұны жаңа істеуіне сонда не себеп болды? Не басқардың? Сөйлесін бар мына анау орталықта елесінде деген бар ғой бізде. Ол да сол кісінің жұмысы мысалы, рас па? Білмейсің бәрі. Не? Жетекшің қайда? Жақсы. Молодец. Балдық жүйе мысалдардың арасындағы қарғамен екі шығармасы. Бұл композициялар жасаған кезде маған керек заттар болған ағаштың бұтақтары және де көптеген тастар, ербек саздар және де көптеген пенопласттар және гуаштарды пайдаланған болатынмын. Бұл жұмысты жасауымның мақсаты адамдардың басқа адамдары алдауы арбауына сенбеу, ешқашанда оларға сенбеу мысалмен жасаған болатынмын. Мектеп, бұл завалды мектеп, күн жүйесімен жарақталады, айналады, түнде жарылады. Бұл енді мынау болашақта Алматыда тұратын мектеп па? Заманауи мектеп. Заманауи ма?
Қандай жұмыс бар? Күнмен не зарядта? Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Бұл Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығына арналған бейнесі. Екі кожадан жасалған. Екі кожаның үстінде Ахмет Байтұрсыновтың бейнесі бейнеленген, сырты ағаштан жасалған. Бұның Мыналарды немен естісің? пышақпен. Пышақпен? Мына кестіміз обзықпен кеседі ғой, мына рас па? Наждакпен, Наждакпен болғаннан кейін сен тазалайсың ғой, рас па? Кішкене өзін жасамаған секілдісің. Өйткені мына пышақпен мынау ою деген ол обзықпен кеседі, жақсы да. Ал мынаны қондырып немен істеген? Немен істеген? Лазермен кедерген ба? Өзің айтқан сен қайталамасай, сен өзің істедің ғой, өзің соны дәлелдеп шықса енді жақсылап тұр. Ал мына қандай клей пайдаланды мынаған? Ыстық клей? Жақсы. Мынады сенікі ма? Жоқ. Басқаның клей, жаңа радиатор ғой иә? Құдаспайды мектебі. Сағатсы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына шынымен жасалған, пластикпен жасалған сосын. Осы алып жұмыстар ұзақ болғанда жаңағы сыныптасым оқушысының жасаған жұмыстары Дакарияда болды. Бұл бетіріп септігі кемалға дейін аздап таныстырып өтейін. Бұл жердегі жаңағы 40 мысалдың ішіндегі 6 мысалын оларға мүсіндер оларды көрсеткен. Бір жұмыс жасамай жұмыста болғаннан кейін кейбіреуі қайтадан ұстап өнерге тура келді. Ұстап өнерді жасады. Егер де осы жұмыстар туралы нақтырақ білген келсе, әрбір жұмыстың астында QR коды бар. Соны кіріп қалай жасалғанын және оқушының өзін соны таныстырғанын білуге болады. Мына біздің жаңағы Сақан ағайдың несі ме? Қожай ма? Амангелді ауданының. Амангелді ауданының. Алдында дәл осында екі жасалды ма? Екі жанда бар. Екі жасалды ма? Дәл осында? Сосын қараңғы. Сен екі жұмыс па, бір жұмыс па? Таныстырып өтсем. Аха, таныстырып. Ең алдымен таныстырып өткен Пірмат Қолсайбақ Тажал беретін мектебінің 10 сынып оқушы Борашев болған. Бұл жұмыс аудан мұражайы деп аталады. Оны бір жеті уақытта жасадық, уақыт аз болып бірақ жасадық. Біз гамма текстиль жасадық материал. Ал мұнар сәндіретін жасалған. Бұл макеттің басқа макеттердің ерекшелігі бізде екі этажды ішіне көрсеткен болатынбыз. Ашып көрсетсем, ішінде диод шамдар, жаршамдар бар. Бер жағында мүсіндер бар. Сен мынау замогың қиын екен, иә? Уақыт жетпей алды, сосы сақсы. Уақыт аз болды. Әр жұмысты істеген кезінде, осы сендерге положениесін берді ғой жаңағы. Сонда жасылап тұрып істеу керек, соны уақытпен санаспау керек. Өйткені бұлар жаңа көп тұрмайды ғой. Ал уақыт жетпей қалып, ана деген оның бәрі қосымша да. Жақсы. Сенікі бір жұмыс қой, иә? Бер жағында мүсіндер бар, көрсетеміз. Адам мұражайының екінші қабаты ол. Мына жұмыс? Арқа қаласы қосымша білім беру орталығында жас дизайнер үйірмесінің Бәшір Айзері деген 10 жасар оқушының жұмысы. Бұнда Ахмет Байтұрсыновның 150 жылдығына Ахмет Байтұрсыновтың өлеңдері. Өлеңі, көзілдірікпен
оқушыларының жұмысына таныстырып өтейін қысқаша. Бұл жерде өгізбен барқа Ахмет Байтұрсынұлының мысалында өгізбен барқа оның құралдары жүн, табиғи жүн. Боялғанда. Сосын астында картон, сол картон арқылы кілемге жабыстырылған. Екінші жұмыс енді Ахмет Байтұрсыновтың желі жылдығы желісінен болғаннан кейін мен өзінің бейнесін жасатты. Бисерден? Бисерден. Ол бисерге енді бас кезінде оқушым айтады, біраз басында санап келатында бисерді артынан уже шатысып кеттім, қанша кететінін ойлап, санап білем бұл. Бұл жерде кілем өзі құрылғысы бар, құрылғыға орнатып оқушымыз бұл гобелен ретінде кетеді. Ахмет Байтұрсыновтың бейнесі бейнеленген. Бұл жерде қарға мен түлкі бейнесі тоже мына жүннен жасалған. Онда да жүн, шөптер, табиғи шөптер содан жасалған. Қай мектеп дедіңіз? Мектеп ауылдық өндірістік комбинат. Арқалық қаласы. 4 жұмыс па сіздікі? 4 жұмыс па сіздікі? Иә, 4 жұмыс. Шыны бәрі. Аққошылықтан қанша бір жоқтан қалыңыздар. Ахмет Байтұрсынов мысалы қапқасын гимназиядан бір жұмыс қойып сан жақтасын өсімді ағаштан, таза ағаштан жасалған. Компьютермен ойылған жоқ, иә? Ручной ма бәрі? Ручной бәрі? Ручной бәрі? Ручной ма? Лозика ғой, иә? Нұржан жоқ па? Нұржан жоқ, себеп келелемей отыр. Зақылықтан жібермей қойды балалар. Иә, балалар шығармай отыр. Айтса балаларыңыз бар? Енді келіп отыр, кесенесі. Сіздер екеуі бөліп жоқ, мына кісі оқуға мен ортасына алып қойып Сіз қандайсыз? Интегралды бойынша. Бір жұмыс қой, иә? Макеттен композиция ғой, мынау композиция. Емді материалдардың картон, пеноплекс. Сізде макет жоқ, иә сіздерде? ОПК-ның макеті міне сізде? Бізден кеше арқа қаласын реттеу өтті осы сала неге байланысты болды да, содан бірінші, екінші, үшінші орындарды ғана жіберді. Қалғандан жіберген жоқ. Картон. Колонналар картон, ПВХ, пеноплекс, зубочистка. Ну, таза ПВХ. ПВХ дұрыс. Абақтыда Ахмет Байтұрсынов жатқан кезде анасына жазған хаттың. Материалдар жағы шынымен барлығы ақталған екі жақ. Жағында көсеуінде терезесі бар. Шын ғой, иә? Шынайы детальный істеді. Шағыр ғой, қатысы бар. Қатысы бар, шағырсы болады. Екі жақта ойда. Қақпасы ғой. Кремісте мұндай арнайы түзу ғой. Ойы бар. Екі бір түрлі болса ғой болады. Болады еді? Екі түрлі болмай еді? Екі жағда кесілермен бары үшін деталь жасалған. Сосын мына жауап берсе, мына екі бір түрлі қылдың істеу болады. Екі түрлі болмай. Сонда әртүрлі ойды естеліктер. Гүлдегі ойын. Абай Құнанбаев атындағы мектептің мәресі екі бала жасқа кеткен мектепте бар сияқты. Мынау Құланбаев Әлихан домбыра, бұл таза өзіміздің киноқоясы қалып, сонымен жасалған жұмыс. Мынау биыл салынған Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсыновтың кесенесі екеуі де осы.
Бұл макеттен ғой, иә? Макеттен. Композиция? Қайрат спорт кешенін алып қойылмақ. Бізде мынау 3-ші орын алғаннан кейін келдік. Мынау алдында жасалу керек болған. Ол халық сосын мынау Құланбаев Әлихан 11 болса, мынау Ғалымжан Мағжан 6 оқушысы істеген жұмысы. Бір жұмысқа қабылданған. Бір жұмыс болғанда бізге айтылған. Бір мектеп қой. Бір жұмыс қана. Өздері айтып алып берсін деп. Өздері айтып. Жетекшім Сейдахмет Сәйд Балтабайұлы, есімім Марат Мырзашұлы, қазір оқушысымын. Бұл біздің осы жылдың мамыр айында жасаған Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығына жасаған жұмыстарымыз. Сыныптасын досым осы таныстыруға өзінің жұмыстарын беріп жүргенмен өзі келе алмай қалып еді себептермен мен жұмыстарға жеке тоқталып өтетін болсам, мен өзім жұмыстарына келе болсам, біріншіден бұл Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығына арналған портретім болды. Бұл портретім эскизін карандашпен салып, содан соң акварель бояумен салып шықтым. 4 күн уақытым кетті осы жұмысқа. Содан кейін Ахмет Байтұрсыновтың белгілі орыс әдебиетіне аударған 40 мысал шығармалары бар. Сол бойынша бүкіл 40 мысалының суретін осы бір суретке енгізіп салып егер бұлар жайлы нақты дегеніңіз келсе, әрбір жасалған әрбір жасалған жұмыстардың өзінің астында QR-код бар. Бұл кодты жасау кіріп, ол жерде нақты таныстырып және жасалғандағы жасап жатқан видеоларын көруге болады. Мынау сен макетінде? Мынау композиция ма? Жоқ, мен. Сенде композиция жоқ қой? Только бірақ макет иә? Көлемі маған ыңғайлы және мынау сырттағы композиттен жасадым және мынау компьютермен шығарып қамалды жабыстырдым және мешіттің өзіне келетін болсақ 1992 жылы қаланған және 300 адамға арналып жасалған мешіт. Жақсы, рахмет. Жаңағы алды уақытта жасайсың, соңынан бәрі кішкене ағашқа майдамен жасап отырсың. Мынау пальмалар секілді да, Африкада жалпы бәрі дұрыста бір кішкене реально жасап отырсың. Қолдасбаев мектебінен Қолдасбаев оқушым Серіктен келіп қалды. Кенжебатов Айаров 6-шы сынып оқушысы. Бұл жерде көрсетілген жұмыс композициялық номинация бойынша Ахмет Байтұрсыновтың шығармалар желісі бойынша қасқыр мен қозы тақырыбында жасалған пластилинмен жасалған жұмыстар. Астыңғы тақтайға бекітілген қасқыр мен қозының су басында кездесіп тұрған. Сендер макет жоқ қой? Желісі бойынша қазақтың ұлттық киімі. Бұл жерде заманауи киім. Бұл жерде құрал-жабдықтар материалдар болса, ол қазір экокожа дейді. Осы мына оң жағы, мына теріс жағына берілген. Тігін машинамен берілген. Бұл жерде әшекейлер үшін темірлер, беберлер, арналған бұйым бар. Бұл жерде қазақтың ұлттық киімі қызылға арналған. Бұл жерде де барқыт, бұл жерде материалы, атлас материалы, жынтық материалы. Бұл жерде, мына жерде қазақтың ұлттық ою-өрнек пайдаланған қошқар мүйіз. Әшекей бұйымға
алтынмен түйгіш пайдаланған. Қазіргі заманауи киімге сән үлгісі. Екеуі де сондай ғой, екеуі де Ешқандай жабыстырмаған, өзімізде тігін машиналар бар, жаңа зигзаг машина дейді, оператка дейді. Сондай машиналармен жасаған. Мына киетін қыз ұзын болу керек екен, нешінші бойы қанша метр болды? 180 ба? Түсіруге болады, осында сөйле жүйеге тек тұрады ғой, сосын манекенге тұршы. Күнке Шалпай Мемлекеттік мектебінің 9 сынып оқушысы боламын. Бұл қазақтың ең әдемі ұлттық киім үлгісі. Бұл киімді жасауға кемінде 1 ай уақыт кетті. Осы киімді мен өз қолыммен көркемдік сабағын жасаған болатынмын. Ал үлкен қызға арналған киімді біз осы сайысқа арнап жасадық. Киім негізінен 4 түріне болып келеді. Бас киім, аяқ киім, ішкі киім және де сыртқы киім. Бас киімдерге сәукеле мен кимешек, ішкі киімдерге шалбар, бешпет, көйлек жатады. Ішкі киімдер, сыртқы киімдерге тон, ішік, шапан, сырмалы шапан, шидем жатады. Аяқ киімдерге мәсі, кебіс, әйел етігі және де ерлер етігі жатады. Бұл бізде қай мектеп? Күнке Шалпай Мемлекеттік мектебі. Абай, жетекші Абдықалықова кенже отырған болсам, жоба атауы қазақтың ұлттық киімдері. Менің бүгінгі әкелген киімім 1 жасқа толған баланың және де қазақы нақышта тігілген қазақы көйлекті. Бұл көйлекті тігу барысында қазақы киімдердің жалпы тігіп-тағында оның материалына және де ою-өрнектеріне мән берілген. Әрбір киімге алып қарайтын болса, оның ою-өрнектері белгілі бір мән беріп тұрады. Бұл киім тігу барысында біз шашу қышымды алдық, бұл 1 мата материал кетті бұл киімге. Ал қазақ қыздың киімінің үстіне кеудешесіне 1 метр материал, ал көйлегіне көйлектің өзіне 2 метр материал кетті. Мында киіммен отырғыздың ғой? Жоқ, өтік арқылы. Өтік арқылы, ыстыққа е? Ыстыққа. Жақсы. Бұл бізде қай мектеп? Ахандырман. Бұл неме қызыл? Сонда 2 жұмыс қой ес? Жақсы, рахмет. Мен атым Бақытжан Аружан, мен 9 сынып оқушысымын, қосымша білім беру орталығы атынан келіп тұрмын. Бүгінгі тігіп алып келген киімім ол 5 жастағы балаға арналған қазақша көйлек. Мынау не ғой е? Бір жұмыс па сіздің? Иә. Ішіндегі көйлекті мен дубайский шелктан тіктім, ал камзолды болса матовый Жұмыс өзіңдікі ғой е? Мына осы неге арнап тіктің ба, әлде бұрын сонда пайдаландың ба? Осы шараға арнап тіктіңіз ба? Бұрын алдында пайдаланған жоқсыз ба? Басқа бір көрмелерге, бір жаңағы мектеп ішіне? Оны бұрыннан келе жатыр ғой, сонда? Өткенде атқан қағын істеген Ал оюларына келсек, қазір ойын, оюлы және де цвета бар. Оларды мен полубусиналармен, пинеткимен және де шынжыр моншақтармен әсерледім. Ал тайқасына келсек, оған үкі жабыстырды. Алда уақытта мынау моншақтарын істейсің ғой, е? Істеген кезінде кішкене мынау өте грубый болып көрініп тұр, мелкілерін істесең әдемі болады, да? Ұсақ-ұсақ. Өйткені қараған кезде сразу мынадан көз түсіп тұр, қалғандардың бәрі не. Бұл бізде қай мектептің? Қай жақтың? Ақтауға. Рахмет сізге, барамын. 12 жасар өзінің кеше бір байқау болған, соған арнап қылып. Ол бала келген жоқ қой, е? Дайын ойларды келген, үстіне машинада Жақсы. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар, біз 2 бірге? 4-еуміз. 4 біргесіңдер. 4-еуміз, Біз Бірмағамбет Қолдасбаев атындағы орта мектебінің оқушыларымыз. Біздің үстіміздегі киімдер қазақы нақышта тігілген. Жеке-жеке атап өтсем, өзімдікі этностиль тігілген бешпет,
барлығы галстуктан тігілді. Міне қолындағы сөмкем және де басындағы тақиям барлығы галстуктан тігілді. Бұл бізде жібек матадан тігілген ер балаларға арналған бас киім мен камзол болып келеді. Және де бұл қолындағы сөмкесі, шапаны, басындағы сәукелесі барлығы арнайы тігілді. Өз қолымыздан шыққан жұмыстар. Және де бізде сөмкесі және де өзінің қазақи нақыштағы шапаны, басындағы сәукелесі. Бұның барлығы бізде фетр материалынан жасалды. Және де бізге өз ісімізді жасаған ұнайды. Және де біз осы істі дамытқымыз келеді. Жақсы. Мен Сейдағалиева Жолманәлі болғызы Шұғыла ауылдарынан келіп тұрмын. Біз ең басында жұмыс барысында ескизін сызып алдық. Ескизін сызғаннан кейін ең алдымен біз етінің оюларын қиып алдық. Одан кейін оны барлығын тігін машинасы арқылы тігіп, астыңғы жақтарынан біріктіріп істедік. Және мына жеріндегі қалта ретінде есебінде істедік. Яғни ол құрақ секілді және сөмкемде соған сәйкестендіріп істедік. Енді жоғары бастапқысы бас жағындағы төбетикаға келетін болсақ, төбесіндегі камзолдың матасымен бірдей қылып істедік. Және де жан жақтарын ошақтармен еселермен сәндедік. Төбе жағындағы қарлығаш пішінді етно ойыммен біріктіріп істедік. Енді артындағы қошқар мүйіз ойып алдық. Ойып барлығын осы камзолға барлығын біріктіріп тіктік. Ал енді белдемшеге келетін болсақ, белдемше жанарларын екеулерімен жиектеп шықтық. Және де оларды фильтрдан алып, оны велюрға жабыстырдық. Одан кейін біз бұның барлығын біріктіріп тігіп алдық тағы да. Жақсы, рахмет. Болды ғой, комбинация жақсы, рахмет. Барлығы қолдан жасалынған. Жақсы, современный дизайн. Істеген жұмысын түсіріп қойыңыз. Фотоотчет есебі. Не жақсы кетті. Осы конкурстан екінші орын алған. Бұлар Ақкөлікке күшті жарасады. Жетекшісі ауыртпағандықтан кейін алмадым. Сосын мен өзім Қай жақта? Артал қаласы. Гимназия. Алтыншы метр қойын. Площадь Сикляусtan жасалған қызыл страздармен жасалған. Бұл бұрыннан келген жұмысы, ал бүгін ғана кеше ғана жасалған, беске дейін жасалған, беске дейін. Бұл жіңішке білескені істелген, кеулері жіпке істелген, жасыл страздардан жасалған. Ал бұл сияқты жіңішке білескені істелген. Жақсы, рахмет. Жақсы. Міне бар. Демал, шашан. Правильно, пока, правильно. Наш жұмыс кім әртістер мындай қойып кеткен жұмыс. Қыздар кім ет жаңарды? Мына келесі таныстыра берсін. Өзі жасап өзі. Жалдамалы. Қошқар мүйіз ойынын жабыстырады. Жақсы, рахмет. Бұл қай мектеп бізде? Амантауға жалпы білім беретін бе?
дизайндар, жабыстыра боюларын ер баланың киімі жоқ па? Ер баланың киімі жоқ па? Қыз баланың киімі жалғыз. садиктегі балаларға келетін киім ғой. Жақсы, рахмет, демалыңыздар. Бұл хамидол 5 жасар балаға арналған киім. Бұл қазақтың заманауи үлгідегі киімі болғандықтан мен этно стиль деп атадым. Және де форманы ұстап тұру үшін, және де сыртынан осылай матамен қаптап тіккен болатынмын, біріктірген болатынмын. Және де төбесінен орын қалдырдым, үкіні салу үшін, және де тастармен, өрнектермен теңдірдім. Бұны мен үйірме сабағында жасадым апаймен. Жақсы, рахмет. Ал мынау жұмысыз басқа ма? Осы мектептен бірақ та алтын сарай. Байқауға мен өзімнің қазақи нақыштағы киімді тіккен болатым. Бұның стилі авангард стилі. Ең алдымен мен оюды таңдадым. Оюға қатты тоқтала кеттім. Себебі оюлардың түрлері көп болғандықтан мен қошқар мүйіз оюына тоқталдым. Қошқар мүйіз оюы молшылық пен байлықты білдіргендіктен осы оюды әрі қарай нақыштау үшін осы оюға тоқталған болатым. Бұл көйлектің жалпы мен фетр матасынан тіктім, және де оны безендірдім. Яғни бисер, моншақтармен безендірген болатын. Ең алдымен көйлекті тігу барысында мен эскизм құрдым. Көйлек эскизм құрғаннан кейін оюды ойып, қиып, оны бір-біріне ыстық клей арқылы, желім арқылы жабыстырған болатын. Және де мынау сәукелені де бұл фетр матасынан жасалған. Фетр матасы мен сәукелені ыстық клей арқылы, және де тігу арқылы қазақи ұлттық нақыштағы ою өрнектермен безендірдім. Жақсы. Алдағы уақытта арнаметті алып тастап, ақ көйлекпен шығуға дейін, мынаны алып тастап, ақ көйлекпен шығуға дейін. Сосын алдағы уақытта жұмыс жасайсың, жасаған кезде қыз балалардың нелері, ою өрнектері өте нәзік көрсету керек та. Бірақ сен мынау жұмыстарың кішкене грубый болып тұр, грубый болып тұр. Сосын жаңағы мынау материалдан емес, онда жаңағы моншақтар қосуға болады да, сосын екі шеттен әдемі моншақтар жіберсең, мына бір жақтан сонда ол тіптен киімің көпірап түседі. Соны есіңдересің. Жақсы, рахмет. Ыдыстары, бұл материал бар, негізгісі тостың материалы жерден жасалды, ал бұл ағаш несінде. Тостың негізгі формасын шығару үшін бұлар кетіп әріға түсінікті. Сен олым жаңа неттің ғой, Амангелді жалпы білім беретін мектеп Мұхтар аға бастан. Бұл негізі басқа балалар керамат мен орындаймын. Басқа бала орында сонда орында басын. Мұны аты құтайын деп түркілі, бір жағына басын. Бұл 1910 жылы Амангелді Иманқұлов бастаған ұлт азаттық көтерілістер жауынгердің бейнесі. Негізгі Астана қаңқасы ішінде сым бар. Сым бәрін білеміз. Назипа Құлжанова апамыз қазақтан шыққан жаңа Что-то ренжіп тұр ғой, что-то. Ала көзбен қарап тұр ғой. Сіздей жұмыс істей алмайды ғой. Ұқсайын деп істеткен. Дұрыс, жақсы. Мына бала жоқ па? Біз Ақаптан жібермеді деймін балалар. Ақапта ағында гимназия. Бірінші мектеп болған адам ғой екен. Бірінші мектеп болған. Адам жоқ қой еді. Адам бар ана жақтан. Жоқ, мынау бұған келмеді ғой. Қазір мүсін ғой біздікі. Жоқ, мүсінде жазылмаған, бірақ әртүрлі. Жоқ, мүсінде жазылған ғой, негізгі объект жазылмаған да, мүсінде деп. Біз тастан қашап жасалған ғой, техника бағытында біз өзіміз жасадық. Пеноблок тас. Ал негізгі объект жазылмаған. Пеноблокс па? Газоблок кірпіштен ойылып. Ана кірпіштен жасалған ба? Газоблок кірпіш. Тас мүсін, кәдімгі негізде. Қобыз, қош санатты ғой. Бірінші жасалған жұмыс ағаштың ойып алынған.
әртүрлі түрлерге жасалған. Иә, айналдырады көп жасаған. Айналып тұр ма? Ішінде айналады. Сіздер мұнда айналы бұлай нетпей ма? Жоқ, сұрауды ұмытып кетті жаңа. Айналып Айналады. Айналып жаңағы. Bir ай уақыт кетті осы арнайы көрмейміз. бұрын сонда басқа жерге қойдың ба мынаны әлде бірінші рет әкеліп тұрсың ба? Шынысы енді үлгере алмадық, скотчта білейік. Қай жақ? Амантоғай. Аққоймен көмкеріліп жаңағы істеген. Қос жаңағы қоғызға сықмасы жаңағы. Жақсы. Тасты мекені не? Мектебі, тасты мектебі. Тасты. Амантоғай дейік? Амантоғай нардан тасты. Бізде бір орта мектеп бар ортасында. Түсіндіре қойыңыз. Түрік халқының киімі атлас ортасынан тігілген. Қазақ Мына киіп көресің бе? Қалай көргенін көрейік. Өздеріңіз істедіңіздер. Неге сатып неге жасау Апай баяғы кемпірдер жоқ осы жерде. соны бояғанға Шықпайды, искусственный ме деп. Искусственный ме деп тұрған ғой. Натуральный емес, жібіп тұрсаң, қараша айынан береді ғой республиканский, қосымша білім береді. Мысалы үшін алдағы жыл. кішкене талапанда 50 грамм. Командировочный төленеді. Республиканский жастардың ішінде өзінің жататын орын болғанда арнайы бар республикада Ақ ши тобы, екінші топ орама ши. Неге ши болады? Өйткені бүгінгі біздің сабағымыз ши тақырыбында қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымы, біз бұйым дейміз, заттарымызды. Соны сіздерге уақыттың несіне байланысты үйретіп, шамал болса өздеріңізге қысқаша тоқталып кетейін. Бізде 8-ші сыныпта сәндік қолданбалы өнер бұйымы, ол бірінші тоқсанда шидің, көп шидің түрлері бар. Біз бірақ мектепте ең негізгі 3 шиді өтеміз. Ол ши, ақ ши, орама ши және шым ши дейміз. Ақ ши деген сіңді. Ақ ши, бұл қамысты біз оқушылармен қыркүйек айында мектептің жанында бізде қамыс өседі. Сол қамысқа практикалық жұмыс қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, қамыс жинап алып келеміз. Содан кейін, оны әкелгеннен кейін қабығынан тазартамыз. Енді қазір биылғы қамыстарға жіңішке болып тұр. Судың аздығы ма, әлде жердің қолайлық несі болып тұр ма, биылғы шилардың бәрі жіңішке. Сосын майысып, қисып болып. Бірақ оқушылар оған қарамайды, келгенше ыңғайын келтіріп, осы құрылғыға осындай бұйымдарды жасайды. Мына қолында тұрған бірінші ақ ши. Ешқандай оралмайды жіппен, ешқандай өрілмейді, осы ақ ши дейміз. Келесі жерде суреті бар. Бұны біз шым ши дейміз. Шым ши деген өткен бұнда не бар? Суреттер бар, бұл суретте сіздер ою-өрне, қазақтың ұлттық ою-өрнені көріп отырсыздар, оның аты шым ши. Келесі үшінші шиіміз ол орама ши. Қамыс шиді жай түрлі түсті жіптермен орап, құрылғыға бекіткен. Қазір құрылғыны көрсетейін. Міне,
бізде ел мұғалімдер бізде өзімізге осындай құрылғы жасап берген. Міне құрылғыға жіптерді көріп тұрсыздар. Бұл 3 жіп. 3 жіп не? Нағыз ең негізгі жіп мына 3 жіп. Осы жіпке, негізгі жіпке мына 3 жіпті бекітеміз. Бұны бекіту жіптер дейміз. Енді қазір практикалық жұмысты бастайық, өйткені уақыттың шамалы тығыздығына байланысты практикалық жұмысымызды бастайық. Енді практикалық жұмысты бастамастан алдарыңызда буклетте сәндік қолданбалы өнердің әртүрлі туындылар тұр. Осы туындылар бойынша 1 минут уақыт берем әр топқа. Сол туындылар бойынша 1-2-3 мұғалім, оқушылар. Енді мынау Әбілғазы Ұзақұлының осы аудан туған жеріне келіп, осы кісінің іс-шарасымен, жұмыстарымен танысып, жақсы оқушыларымызды алып келіп, танысып, мүсіншілермен, суретшілермен ауданның біраз мағлұмат алдық. Баласы жаңа сапар айтып өтті. Кесінің өмірбаянын, елге жасаған қызметтерін, халыққа жасаған қызметін бәрін жақсы танып білдік. Енді осы көрмеге қатысып, Жәңгет ауданынан келіп, өзімнің оқушым Марат Мұзартты 10 сынып оқушы алып келіп, атамыз Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығына байланысты жасаған сурет портреті, сосын библиотекадан 40 мысалынан алынған көріністерін, макеттерін жасап, QR-кодпенен жүргізілген жұмыстардың жасалып жатқаны, жасалғаны толық мәліметтер берілген. Сол бойынша бұл балам қорғап шықты өзінің жұмысын. Енді барлық осы қатысушыларға бәріне рахмет, осындай бізді шақырып, ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға рахмет бірінші. Сол айтайын дегенім, осындай іс-шара көбірек болсын. Амантай Жабдың бірін мектебінің 10 сынып оқушысы. Мен жасаған жұмысым қобыз, қос санақты қобыз. Қос санақты қобыз, бұл айналған жұмыстар ағаш мүсін. Ағаш. Жасауға бір ай уақыт кетті, ағайын бірге қос жасадық. Арнайы осы арнайы жарысты дайындап жасадым. Мен есімім Сапар Жәния Қайратқызы. Мен 8-ші сынып оқушымын. Бүгін мен қазір бізде мастер-класс болып жатыр. Мастер-класста жөнмен тоқу болып жатыр. Әртүрлі фигураларға жаңағы жөнмен арнайы инемен тыққыштап әртүрлі жеміс-жидектер жасап жатырмыз. Қазіргі таңда мен алманың бейнесін жасап жатырмын мына жерде. Менің жетекшім Алмақұл апай болды. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Махмет Думан Ергенұлы. Мен Нұрғали Мейірбан орта мектебінен көркемдік пәні мұғалімімін. Бұл сайысқа біз макет қалай отырмыз. Амангелдігі Сатыбалды Исан Иша мешіттің макеті сабақтады. Қатысқан қатысушыларға сәтті. Елімізден жұртымыз тыныш болсын. Құрамында сөз береміз, өздеріңіз сахнаға шығып, ойларыңызды айтып жүрсеңіздер. Мысалы көрдіңіздер ғой, сол тұрып өзіңіздер бағаларын айтып жүрсеңіздер. Құрметті оқушылар, ұстаздар, енді біз жаңа жұмыстардың бәрін түгел бастан аяқ қарап шықтық. Жұмыстың ішінде сапасы да, жақсы да, нашар да бар екен байқадық, сөзін арасы керек. Көбісі жұмыстарын байқап отырсаңыздар, мынау ұстаздың қол бар екені бағаланады, білінеді. Сондықтан да мен ойлаймын, алдағы уақытта бұл балалардың өздерінің еңбегімен жаңағы істеген жұмыстары болса нұр үстіне нұр болады ғой деп. Мынау талдау кезінде үлкен қатты пікір болды. Үшеуміз үш жаққа кетіп қалғанда жағдай болды, сөздің арасы керек. Бір арнаға сыймай. Сондықтан да біз негізінде жақсы өз тиісті бағасын бердік деп ойлаймын. Оған енді мынау үлкен сын болғаннан кейін арасында аз-маз кішкене кем-кетіктер де болады. Сондықтан да мен жұмыстарым жақсы еді, бұл неге бұлай болмады деген секілді
ондай ой қалыптаспасын. Себебі әркімнің көзқарасы әртүрлі. Оның жаңа жұмыстың сапасы, жұмыстың жаңа істеу манерасы, сосын бүгінгі біздің номинация бойынша жаңа қорғалған жаңа жұмыстарды біз көре болдық. Алда уақытта үлкен мына байқауларға қатысып, үлкен жақсы жүлдеге жетеді деген ойдамын. Жұмыста үлкен кемшіліктер болса да, өмірде кемшіліктеріңіз болмасын. Енді бүгінгі осы байқауға барлық қатысқан оқушыларға мадақтамамыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Табыстауды Шұғыла балалар жасөспірім орталығының директоры мырзаға береміз. Торғай өңіріне танымал мүсінші Әбілбек Ұзақовтың өнегелі еңбек жолы мен шығармашылығын жас ұрпаққа дәріптеу мақсатында өткізілген үздік жас шеберлер атты аймақтық қолөнер байқауына белсене қатысқан үшін Сайранбекұлы Шадияр осындай мәтінде Ниязбек Бекжан марапатталады. Осындай мәтінде Мұрат Аяжан Дастанқызы марапатталады. Осындай мәтінде Бәшір Айзере марапатталады. Мұхаммед Уали Каусар марапатталады. Мұхаммед Уали Каусар. Мирамхан Луннара Сәбитбек қызы марапатталады. Бақытжан Аружан марапатталады. Қайыржан Ерасыл Асхатұлы марапатталады. Жанұзақ Әділ Дарханұлы. Сержан қызы Диана. Жақсылықова Гүлім. Сержан қызы Диана. Жақсылықова Гүлім. Ерғазы Бақтияр. Тоққожа Нұрислам Бердібекұлы. Байғоныс Каусар Берікқызы. Сапар Жания Қайратқызы. Асқарова Перизат Берікқызы. Марат Музарт Бақытжанұлы. Ахметқали Нұрислам Демеуұлы. Асылбек қызы. Борашев Ерғұлан. Енді
Енді осы оқушылардың жетекшілерін марапаттап жүруге рұқсат еттіңіздер. Құлахметов Думан Ерденұлы, Сұлтанова Сәндігүл Ғалымовна, Мұхаммеджанов Сайранбек Сайлауұлы, Ержан Мейрамболат Кенжеболатұлы, Каргин Самат Сағындықұлы, Мырзағалиев Айдын Маралұлы, Абдуахитова Жанар Әбілқасымовна, Тимешев Жаслан Жалбырович, Ғазез Гүлнұр, Елубаева Майра Какенова, Смағұл Ақбота, Рахметова Мирамкүр Төленбек қызы, Латыпова Зәуреш Мақсатовна, Шаяхмет Берік, Шакиржанова Рахым Хасенұлы, Бекмағамбетова Алмагүл Ермек қызы, Қанапия Данияр Қасымбекұлы, Мырзекеев Ернар Бейсенбекұлы, Нұржан Демеу Ахметқалиұлы, Баяхметов Бағдат Шакизадаұлы, Ғазезова Ботагүл Зияденова, Әбдіхалықова Кенжегүл Нұрғалиевна, Кеделбаев Ғизат Уашұлы, Байгериева Алмагүл Серік қызы, Ахметова Айгерім Бейсенғали қызы, Ал құрметті үздік жас шеберлер атты аймақтық қолөнер байқауына қатысушылар, ендігі кезекті мынау 3-ші дәреже дипломнан бастағымыз келіп тұр. Оны табыстау үшін бұл кісілер қазылар емес, әділ қазылар болды. Әділ қазылардың мүшесі Есенжол аға, ортаға келіңіз. 3-ші дәрежелі диплом Торғай өңірге танымал мүсінші Әбілбек Ұзақовтың өнегелі еңбек жолымен шығармашылығын жас ұрпаққа дәріптеу мақсатында өткізілген үздік жас шеберлер атты аймақтық қолөнер байқауына қатысып, жеңімпаз атанған ұлттық киімдер номинациясы бойынша Құмкөші орта мектебінің оқушы Асқарова Перизат марапатталады.
Мынау ұйымдастырушылардың кісілердің атынан кітап және де ақшалай сыйлығымыз бар. Осындай мәтінде композициялық жұмыс номинациясы бойынша Әбдібеков Омар марапатталады. 3-ші орын. Омар бар ма? Жетекшісі. Осындай мәтінде мүсіндер номинациясы бойынша қобыз мүсіні Ихсан Нұрнияз марапатталады. 3-ші орын. Осындай мәтінде 3-ші орын макет жасау номинациясы бойынша Қолдасбаев орта мектебі оқушысы Борашев Ерғылан. 3-ші орын. Екінші жолға рахмет сізге. Енді ортаға Аталған мүшесінің біреуі Боранбай орта мектебінің технология пәні мұғалімі Құндақбайұлы Таңатқан ағамыз шақырамыз. Мүсіндер номинациясы бойынша Махамбет мүсін жасаған Садуақасов Нұрмұхаммед 2-ші орын. Ақшалай сыйлығында және кітап естелік. Екінші орынға ақшалай сыйлығымыз бар, және де Амангелді ауданының соғыс және еңбек ардагерлерінің даңқ кітабын әлі сіздерге табыстап отыр. Бұл енді өте сырттан келген кісілерге өте құнды мәлімет деп ойлаймын. Сондықтан осы кітапты әлі сіздерге арнайы беріп отырмыз. Және де мынандай статуэтка жасаған болатынымыз. Және енді аздаған кемшіліктер болып қалды. Енді айып етпеңіздер. Жаңағы осы 3-ші орын алған, 2-ші орын алған кісілер келіп осы статуэтканы алыңыздар бізден. Жақсы ма? 2-ші орын бойынша макет номинациясы бойынша темір жол вокзалын салған Отар Мұхаммед Әли. 2-ші орын Арқалық қаласы. Отар жоқ па? Жақсы. 2-ші орын композициялық жұмыс номинациясы бойынша 40 мысалмен Марат Музақ марапатталады. 2-ші орын Арқалық қаласы. Осындай мәтінде ұлттық киімдер номинациясы бойынша Батырдың киімін жасаған Динара Салық қызы. 2-ші орын. Динара Салық қызы. Ду шапалақ ортаға. Рахмет сізге. Ендігі кезекте осы жас шебер қолөнер байқауын ұйымдастыруға өзінің демеушілік болған, өзінің осылай ұйымдастыруға атсалысқан Сапарбек ағамыз ортаға шақырамыз. Аға келіңіз. Бірінші дәреже диплом. Торғай өңіріне танымал мүсінші Әбілбек Ұзақовтың өнегелі еңбек жолымен шығармашылық жас ұрпаққа дәріптеу мақсатында өткізілген үздік жас шеберлер атты аймақтық қолөнер байқауына қатысып, жеңімпаз атанған композициялық жұмыс номинациясы бойынша өгіз бен бақа Закария Нұрбол марапатталады. Ду шапалақ. Ақшалай сыйлығымыз бар. Закария.
осындай мәтінде макет номинациясы бойынша Стелла Байғабылаулы Ертіс Ерасыл бірінші орын. Ақшалар секундалар кітабымыз бар және. Осындай мәтінде бірінші орын мүсіндер номинациясы бойынша Амангелді Сарбазы Ғазез Мұхтар марапатталды. Бірінші орын. Осындай мәтінде ұлттық киімдер номинациясы бойынша Шұғыла қосымша білім беру орталығынан Ситағалиева Толғанай бірінші орын. Аға ортада қолданысы болады, қалай беріңіз. Алғыс хат Торғай өңіріне танымал мүсінші Әбілбек Ұзақовтың шығармашылығын жақсы ұрпаққа насихаттау мақсатында өткен үздік жас шебер тақырыбындағы аймақтық шеберлік сыныпқа қатысып, іс тәжірибесімен бөліскені үшін Едресова Рыскүл Мұқаттайқызына алғыс білдіреміз. Осындай мәтінде үздік жас шебер тақырыбындағы аймақтық шеберлік сыныпқа қатысып, іс тәжірибе бөліскен үшін Мейрамбек Нұрсұлу Мейрамбек қызына беріледі. Алғыс білдіреміз. Алғыс хат Торғай өңіріне танымал мүсінші Әбілбек Ұзақовтың шығармашылығын жақсы ұрпаққа насихаттау мақсатында өткен үздік жас шеберлер тақырыбындағы аймақтық балалар мен жасөспірімдер байқауына қолдау білдіріп, өткізуіне зор үлесіңізді қосқаныңыз үшін Ұзақов Сапарбек Әлібекұлына шынайы алғысымызды білдіреміз. Амангелді ауданының білім бөлімінің басшысы Мұрат Сенбайұлы Жиһанбаев. Аға рахмет сізге, аман болыңыз. Аға ортада қалыңыз. Енді құрметті байқауға қатысушылар, осылай келіп атқандарыңызға рахмет. Бұл енді мынау өткен іске сын айтушылар көп дейді ғой. Енді мынау бір шет өсіп атқаннан кейін аздаған кемшіліктеріміз олар сіздерден кешірім сұраймыз. Енді бұл жыл сайын ағаның қолдауымен жыл сайын осы бір турнир болып дәстүрге айналса деген ниетіміз бар. Жыл сайын. Сондықтан Құдай қаласа келесі жылы осындай желтоқсан айында кездесуге жазсын. Мынау орын алған және айтылқазылар кісілерді ортаға фотоға шақырамыз. Аман сау болыңыздар. Ауданда үлкен жақсы іс-шара өтіп жатыр. Өйткені шетінен тумасы Торғай облысының тұңғыш мүсіншісі Әбілбек Ұзақовтың еске алу есебінде жас ұрпақтарға өзінің істеген жұмысы үлгі ретінде байқау өткізілді. Бұл байқауға бүкіл Амангелді Торғай Арқалық қаласынан мектеп оқушылары қатысып, нәтижесін көрген. Байқаудың барысы өте жақсы ұйымдастырылған. Ойлаймыз, алдағы уақытта үлкен көрсін табады деген.